Егер де сен 2026 жылға өзіңнің жылыңа әлі жоспар, мақсат, арман жасамаған болсаң, осы видеоны саған арнаймын. Бұл видеоны соңына дейін көруді ұмытпа дегім келіп отыр. Сәлем, сенімен бірге мен Арайка, мен арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл видеода сіздер көргендеріңізде 2026 жылға өзгеше, ерекше дамығыңыз келсе, өзгергіңіз келсе, бұл видеоны соңына дейін көруге сізге кеңес бергім келіп отыр. Сіздерге өзім жайында бөліскім келіп отыр. Мен осы 2026-ға деп бұйыртса келе жатыр ғой. Через 2 дней уже Новый год, мінекей, екі почти бірдей, только большой и мини, ба? Осы екі блокнотты басайын деп отырмын. Басып қойдым негізінде. Мына блокнот енді супер ғой. Вообще көсемес өте күшті блокнот. Өте бір сиқырлы, өзіне тартатын күндер екен. Серьезно скажу. Енді бағасын айтайын ба? Мінекей. Мына жерде 200 теңге только. 200 теңге. Ал бұл маған өте қатты сиқырлы болды. Өйткені мен бұл блокнотқа жазған нәрселерім обязательно орындалады. 100% емес, айтпай ақ қойын, 100% деп өтірік алдамай ақ қойын. 80% мен жазған нәрселерім осы жердегі орындалады. И мен орындаймын оны өзімше. Так, бірінші беттен басайын. Обзор жасап жіберейін, а? Мынау жерде, короче, менде цвет. Кет. Кешірім сұраймын, прошу прощения. Короче, бұл блокнотта мен бірінші бетінде, короче, 10 из 10, 8 из 10, 5 из 10 деп белгіледім, да? Потом ол жерде маркерлермен кішкене осайынан белгілеп қойдым. Потому что я хочу знать сразу, что мен қалай орындағанымда, мысалға пятеркаға, 4-ке немесе 3-ке деген сияқты ғой. Тройкаға орындадым деген секілді нәрсе ғой. И бұл жерде менде бұл күнделікті мен тақырыбы болады ғой. Қандай да бір нәрсені өзінің бір бастайтын, начинающий бір тақырып болады ғой. Вот сол мендегі тақырып бұл жерде план за день болады, одан кейін неделя, содан кейін месяц и год. Вот. На жерде менде каждый деньге, может быть, может за неделя, может месяц, может 2 месяца. Либо мен көбінесе 3 месяцқа жасағанмын. Одан кейін обязательно менде план за год болады. Обязательно бұлсыз мен өмірімізді елестете алмаймын. Одан кейін мына жерде план деп жазып қойдым. И я начинала уже не могла. Короче, күтіп отыра алмадым 2026-ны. И хотела просто так начинать. И начинала. Прям үй жинау, блокнот толтыру, шүкіршілік жазу, йога, маска жабыстыру деген сияқты ғой. Маска жасау бетке деген секілді осындай бір қажет өзімнің жасауым керек күнделікті жұмыстарым. Яғни мен мысалы осы күні мен осы мысалы йога жасамадым ба, ертеңге сол план жасап қоямын. Ертең мен соны жасамадым, келесі күні жасаймын деген секілді ғой. Мысалға мен шүкіршілікті мен 26 күні жазбадым. И оны шүкіршілік жазу деп мен қайтадан жазып қойдым, и 27 күні мен орындадым. Вот, короче, мен бір нәрсе жасамайын ба, келесі күні тағы жасаймын. Жасамайын ба, тағы жазып қоямын. Сол секілді подряд я буду написать, короче. Дальше менде план за день, менде 3 раза уже жазып қойдым солайынан. То неудобно болып тұрғаны. План за день, да, мен 1, 2, 3. 3 раза сделала. И уже я сделала план за год. Вот, короче, мінекей, план за год. Жазып қойдым мына жерде. Керісінше болып тұрған, скорше жүрейінші. Короче, на жерде менде план за год 2026, мысалы 12 кітап оқу, ноутбук сатып алу, ютубқа плюс 500 видео салу, физматқа дайындалу деген секілді. И подальше я сделаю так. Жастасаймын солай. Мысалға мен 11 мақсат жастасаймын мына жаққа. Бұл менде ешқандай арман емес. Арман ол болады, орындалады жарайды армандаңыз. Бірақ та армандаған кезде арман мен мақсаттың айырмашылығы жер мен көктей. Сіздерге түсіндіруге кетейін. Арман дегеніміз ол кітап оқу, машина сатып алу, үй алу. Мысалға мақсат дегеніміз былай: 12 кітап оқу, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілінде. Toyota Camry 30 машинасын сатып алу дейікші. Мысалға солай алатын болсақ, ол бізде мақсатқа жатады. Ал егер де машина алу, бұл бізге арманға жатады. Өйткені ол санмен несемеген жасалмаған. Ал егер де сіз оны санмен тұрақты етіп нақтылайтын болсаңыз, бұл сізде мақсатқа жатады. Яғни әр адам өзінің нақтылығын жақсы көреді ғой. Вот сізде нақтылық болған сайын сізде лучше болады. Поэтому армандаңыздар, бірақ мақсат лучше всего. Я так думаю, көбінесе мақсатқа сенемін. Арман адам сияқты как год. Одан кейін 10 сүре жаттау, ағылшын орыс тілі сөздіктері деп жатамын. Потому что мен осы жылы жасап бастадым. 80 ба, сондай сөз жаттан шығар, да. 80 емес, өтірік айтпа, 100 сөз шығар, да.
короче знаем бұйыртса ютубқа плюс 500 видео жазып қойдым енді 365 күннің ішінде көреміз енді. Ё-моё, серьезно же, как можно 500 видео салам мен? Давайте поддержите меня. Ладно. Әрі қарай достар, енді сіздерге айтқым келеді. Кстати, я еще сіздерге бір нәрсе айта салайын. Мына жақта менде план за месяц. За месяц менде январьға сатып қойдым уже. Бір сүре жаттау, аптасына 3 рет спорт, яғни 3 түрлі спортпен аптасына обязательно плюс-минус бір кітап оқып аяқтау. Яғни мен 12 кітапты мақсат етсем жылға, бір айда мен бір кітап оқып отыруым керек. Кем дегенде. Сондықтан да кітап оқу қажет. Сол секілді, короче, план за месяц жасап тастадым. Все, қалай жалғастырамыз? Шынды айтайын ба? Ұнамай қалды. Ничего, жалғастырайық, көңіл түсірмей тұрған жоқ. Бір нәрсе болып тұр. Көңіл түсіргім келмейді, жарайды. Түсіп кетті негізінде. Ары қарай жалғастырайық. Ары қарай. Қағаз бен ручка алыңыз. Күнделікіңіз алыңыз, ручкаңыз алыңыз, маркеріңіз алыңыз, жапсырма алыңыз. Жапсырма деген қалай еді деп сұрайтындар ғой. Жапсырма деген андай ғой. Шетіндегі көрдіңіз ба? Вот солай жапсырма деп айтады. Соған 2 бағытқа бөліңіз. Разделите 2. Вот уже я сделала. Мен бір жерден көрдім, и сіздерге тоже лайфхак хочу сказать это. Бір жерден көрдім бір сайтты, и я тоже сделала. Просто так хотела. Қызық болды еще маған. Короче, былай жаздым. Менің қазіргі өмірімді жаздым. Бірінші бағанға мына жаққа мен қазіргі өмірімді жаздым. И мына осы сторонаға, короче, менің армандағы хочу какая жизнь деген секілді ғой. Вот сондай өмірді жазасыздар. Менің қазіргі өмірім, мен таңертең сағат 10-да тұрамын. Обед пен завтракты бірге қосып ішемін деген секілді. Немесе жарайды, соны алсаңыз, мысалға, менің армандағы өмір дейсіздер. Мен жазып қойдым былай. Менің қазіргі өмірім 2025, менің армандағы өмір 2026. Короче, датамен прям солай жасаған келді. И таңертең мен 9-да тұрып жүрмін дедік қазіргі өмірде. И вот мына баған деп ойлайық. И мына жағы. Бұл менің қазіргі өмірім, мына менің бұрынғы армандағы өмірім делік. Менің қазіргі өмірімде мен сағат 9-да тұрамын. Менің армандағы өмірде мен 5:30-да тұрамын. Либо 8, мұқатса 7 деген секілді ғой. Менің қазіргі өмірім, мен таңертең обед, завтрак бірге ішемін. Кешеден қалған тамақ ішемін, немесе зиян тамақ ішемін. Заказ бергізе саламын. Ал менің армандағы өмірім, мен таңертең таңғы чайымды сағат 8-де ішемін. Обед мен сағат 1-де болады. Таңертең мен плотный тамақ ішемін. Обедте орташа, яғни досыммен бірге ішемін деген секілді ғой. Таңертеңге андай бір блины, либо тамақтағы ше жұмыртқа деген секілді пайдалы тамақ. Ал мына жақта уже басқаша. Мына жақта обедте уже басқаша деген секілді ғой. Вот, ары қарай қалай болсын. Вот, сіздерге өзімде де бар. Мен чай ішкен кезде телефон, телевизор, гаджетпен отырамын. Мен армандағы өмірде мен не хочу. Короче, я хочу сидеть өзімнің мысльдармен деген секілді ғой. Мен короче, вот сіздерге обязательно 2026-ға сіздерге мақсат қоюға кеңес беремін. Бұл өте важно. Бұл өмірдегі ең мақсат, ең керек нәрсе ғой ол. Жалпы мен білмеймін, өз өмірімде мен арман, мақсат, жоспар, осы 3 нәрсе менде. Арман, мақсат, жоспар, осы 3 нәрсесіз мен өмірімді мүлдем елестете алмаймын. Просто так қой ол. Хотя мынандай кішкентай 200 теңгелік блокнот жоқ па? Простой бір қағаз алшы, мынандай бір штук парақ ал, сол жаққа жазып былай. Мен мынандай хочу емес. Короче, бүйтіп жазасың ғой. Ертең үй жинаймын, ертең сабағымды орындаймын, ертең мынандай уақыт 8-де тұрамын. Вот солай жазасың. Все. Ал арманға келетін болсақ, давайте хочу сказать, карта желания сделайте. Карта желания прям визуализация ғой, короче. Визуализация бұл өте керемет. Сен ол кейіпке, короче, бағынасың деген секілді ғой. Сол. Не айтамыз? Не айтқым келіп тұр? Ештеңе айтқым келіп тұрған жоқ. Желание загорелось, короче. И менің алған заттарым 2026 заттарын көрсетейін ба? 2026-ға осындай блокнот алдым. И соның огромныйын алдым, осындай іші тоже шахмат. И, кстати, достар, егер блокнот алатын болсаңыздар, лучше математикасы берейте. Чем андай бос жолдардан көрі, либо андай ұзын сызықтар болады ғой, жазу жазады. Андай әдебиетте пайдаланамыз ғой, сондай жазудан көрі лучше математика лучше всего. Любое время лучше ғой. Вот. Одан кейін мен стикер алдым, мынандай стикері. Бұл жерде менде разноцветный. Вот. И мен бір нәрсе алмадым. Почему-то я вообще алған жоқпын. Оны 2026-ға деп. Мен андай жапсырмалар алмадым. И у меня нет. Короче, ондайды мен мынаны блокнотына бітіріп тастадым. Мен бұны алып тастамаймын. Біреулер болады ғой, жаңағы ғой. Осы жылы блокнот жаздың ба? Немесе алдыңғы жылғы блокнотындағыдай кривеген суреттерді, мынандай жапсырмаларды, болады ғой, заттарды, короче, алып тастайды ғой ше. Не понимаю, скажите, короче. Ол 2025-кі ма? Тұрсыншы. Пожалуйста, тұрсын. Қалсыншы солай. 80-ақ теңге тұрады ғой, мынандай жапсырма керек па? Каспида ашып қарашы, 45 теңге тұр. Ана базарда, супермаркеттерде 80 теңге тұр. Серьезно скажу. Сіздерге фотосы керек па? Міне, қойып кетемін. Фотосы қойып кетемін. Точно скажу. Блокнот алыңыздар. Лучше мини алсаңыздар, ол вообще ұзақ кетеді. Автобуста кетіп бара жатырсыз ба? Таксиде кетіп бара жатырсыз ба? Жазыңыз. Жоспар жазбасаңыз. Сол көрде. Қай жаққа жығып жүрсіз ғой? Көрмей тұрған камерада.
Все, короче, достар, сіздерге пайдалы болдым деген ойдамын. 29 иә. 3 күннен бері подряд уже қонақ күтіп. Я такая уставшая, уже порой. Вчера вообще ужас болды порой. Үлкен етіп ошаққа қонақ күттік порой, ужас. Бүгін тоже қалған заттармен, сарықтармен, короче, маманың төркіні келді. Одан алдыңғы күні папаның достары келді. И кеше тоже мамалардың, папалардың құрдастары келді. Найс. Жаңа жылда, короче, қонақ күтіп, сондай болып жатыр. Все, I'm okay. Лучше всего. Өз комментарияға өз ойларыңызды жаза кетуді ұмытпаңыздар. Егер сіздерге осындай жоспарлау, дисциплина, мақсат, арман, вот сондай видеолар қажет болса, маған айтуды ұмытпаңыздар. Короче, комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Білмеймін неге екенін. Мен андай ғой, утренний рутина деген андай қызықты бір влогтарды өте қатты жақсы көремін. Одан кейін дисциплина жайындағы, жоспар жайында, вот сондай музыкаларды мен өте қатты жақсы көремін. Бірақ мен көбінесе даму жайында, особо кітаптар жайында мен ондай бір видеоларды ютубта таба алмаймын. Сондықтан да басқа адамдарда да бәлкім сондай біреуінде болмаса бір адамда сондай нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан да қазір ол кісілерге деп арнап мен сондай видеолар шығарғым келіп отыр. Сондай видеолар шығарамын. Менің негізгі осы наушник алып тастағаным бір түрлі қалдым ғой. И осы арнамдағы видеолардың көбісін, влогтардың сондай мен не іздеймін ютубтан, вот қандай видеолар жоқ, мен сондай нәрсені салуға сіздерге тырысамын. Ал сіздермен бірге болған мен Арайка, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайка. Всем пока.